Балалар, бүгінгі сабақта құрама фигуралар туралы білетін боласыңдар. Олардың бөліктерінің аудандарын жеке-жеке тауып, қосып үйренесіңдер. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін А қабырғасы мен Б қабырғасын көбейтеміз. Тік төртбұрыштың А қабырғасы ұзындығы, Б қабырғасы ені. Шаршының ауданы оның қабырғасының квадраты. Мына құрама фигура тік төртбұрыштан, шаршыдан және тікбұрышты үшбұрыштан тұрады. Осылардың ауданын тауып үйренетін боласың. Үшбұрыштың ауданын тауып алу үшін алдымен тік төртбұрыштың ауданын тауып алып, оны екіге бөлеміз. Енді құрама фигураның ауданын тауып көрейік. Алдымен шаршының ауданын тауып аламыз. Шаршының қабырғасы 4 метр, 4-ті 4-ке көбейткенде 16 квадрат метр. Ал енді тік төртбұрыштың енін тауып алуымыз керек. 4 метрге 3 метрді қосқанда 7 метр. Ені белгілі болды. Енді тік төртбұрыштың ауданын табамыз. 7-ні 12-ге көбейткенде 84 квадрат метр. Одан кейін шаршы мен тік төртбұрыштың аудандарын қосамыз. Шаршының ауданы 16 квадрат метр, тік төртбұрыштың ауданы 84 квадрат метр. Екеуін қосқанда 100 квадрат метр болды. Біз құрама фигураның ауданын таптық. Оқулықтың 134 бетіндегі бірінші тапсырмаға қара. 1 квадрат метр жерге 200 грамм бояу жұмсалады. Берілген пішіндегі еденді сырлау үшін қанша бояу жұмсалатынын табайық. Бұл жердегі еден үлкен тік төртбұрыштан және шаршы тәрізді ойықтан тұрады. Біз алдымен үлкен тік төртбұрыштың ауданын тауып аламыз. 9-ды 7-ге көбейткенде 63 квадрат метр. Ал енді шаршының ауданын табайық. Осы ойықтың шаршы екендігіне көз жеткізіп алайық. 9-дан 3 пен 2-нің қосындысын азайтқанда 4 метр шықты. Шаршының ауданы 16 метр квадрат. Тік төртбұрыштың ауданынан шаршының ауданын алып тастасаң, боялатын бөліктің ауданы шығады. Ал енді сол ауданды әр метр квадратына 200 граммнан бояу кететін болса, көбейтеміз. 47-ні 200-ге көбейткенде 9400 грамм шықты. Яғни 9 килограмм 400 грамм бояу керек. Оқулықтың 135 бетіндегі үшінші тапсырмаға қара. Берілген пішіндегі бөлмені жөндеу үшін қанша квадрат метр линолеум қажет? Алдымен үлкен тік төртбұрыштың ауданын тауып аласыңдар. Одан кейін үш бұрышты тік төртбұрышқа толықтырып, оның ауданын табасыңдар. Үш бұрыштың ауданын табу үшін оның қабырғасын тауып алайық. Бір қабырғасы 2 метр екенін білеміз, үзік сызықтармен берілген жері. Ал енді оның тағы бір қабырғасын тауып алайық. Ол үшін 5 метрден 3 метрді азайтсақ 2 метр қалады. Сонда оның екінші қабырғасы да 2 метр екен. Сонда 2-ге 2-ні көбейтіп, 4 метр квадрат шықса, соны 2-ге бөлесің. Сонда оның ауданы шығады. Енді соңғы қадам қалды. Алдыңғы ауданға S1-ге S2 деген соңғы ауданды қосасың. Балалар, осы беттегі 4-ші есепте кесте бойынша есеп құрастырасыңдар. Біреуін ғана таңдандар. Егер біріншісін таңдайтын болсаң, жылдамдық 5 км сағатына, уақыт 2 сағат, қашықтық белгісіз. Формуланы есіңе түсіріп, есепті шығар. 136 беттегі 6-шы есепке қара. Ұзындығы 84 метр сым темірдің біреуі екіншісінен 5 есе ұзын болатындай етіп, 2-ге бөлінді. Әр бөліктің ұзындығын тап. Алдымен мына бөліктердің санын санайық. Біздің сымымыз 6 бөлікке бөлінген. 84-ті 6-ға бөлесін. Сонда сен бірінші бөлікті ғана табасын. Екінші қадамда сол 84 метрден тапқан бөлікті алып тастасаң да болады. Немесе сол жаңағы табылған 84-ті 6-ға бөлгенде табылған бөлікті 5-ке көбейтсең, сол екінші бөліктің ұзындығы шығады. Іске сәт, балалар. Тапсырмалардың бәрін ұстазыңа жіберуді ұмытпа. Бүгінгі сабақта
Құрама фигуралардың ауданын табуды үйрендік.